Сәлем достар! Сіздермен бірге мен Тоғжанка Лайф. Және де бүгінгі видеода бізде әрбірі кішкентай кезінде жасаған қызық нәрселер болады. Біз кішкентай кезімізде өте қызық нәрселер жасайтынбыз. Және де бүгінгі видеода сіз өз балалық есіңізге түсіретін боласыздар деген ойдамын. Және де біз видеоға көшеміз. Маша, басқа бөлмеге барайықшы. Болды, басуға болмайды ғой. Ол лава ғой. Сондықтан. Сызықтарды баспау керек. Так, баспау керек. Маша, мен саған бірдеңке айту керекпін. Айта ғой, Тоғжан. Бар ғой, ешкімге айтпайсың ғой, я? Жарайды, айтпаймын. Мен мамамның сүйікті құмырасын сындырып алдым. Енді не істеймін? Мама маған ұрсады ғой. Только сен ешкімге айтпай, я? Жарайды, Тоғжан, айтпаймын. Рахмет, біз достармыз. Ура! Қайда сурет салсам болады? Қағаз. Қандай күшті гүл. Қайда салсам болады екен? Мына үстінде қызықсыз сияқты. Бұған сурет салу керек. Мен мұнда жүрек салып қоямын. Тағы мұнда қыз салып қояйын. О, қандай күшті. Кім мынаны шимайлады? Оп. Косметичка. О. Мен қандай әдемімін. Тек мама көріп қоймаса екен. Міне
достар, осымен видео аяқталды. Егер видео ұнаса лайк басамыз, және де міндетті түрде каналға жазыламыз. Және де менің басқа да әлеуметтік желілеріме кіруді ұмытпаңыздар. Олар ссылка видеоның астында болады. Және де мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.